Бар жоғы 2 ғана заттан тұратын ешқандай ашытқыны қажет етпейтін осындай мини пончиктер дайындаймыз. Кез келген дастарханның сәнін келтіреді. Видеоны сақтап алуды ұмытпаңыздар. 2 дана жұмыртқаның үстіне осылай шым-шым тұзды, мен бұл жерде ас содасын қолдандым. Сіздер разрыхлитель қолдансаңыздар болады. 1 дана осылай сгущенканы құйып, жақсылап барлығын араластырамыз. Үстіне ұнды саламыз. Мен бұл жерде қамырды лопатканың көмегімен иледім. Қамыр бізде жалпы жұмсақ және жабысқақ болып кетті, сол себепті холодильникке міндетті түрде 30 минутқа қойып алыңыздар. Кейін оны алып аздап қана ұн сеу жеріп осылай жаямыз кішкене, және бөліктерге осылай кесіп шығамыз. Әр қамырды кішкене дөңгелетіп жібереміз, және тағы да шағын етіп бөліктерге кесіп шығамыз. Дөңгелетіп шығамыз, барлығын осылай дайындап аламыз. Майды қыздырамыз, қыздырған оны баяу отқа қойып, осылай мини пончиктерімізді салып, екі жағын қызартып қуырып аламыз. Мінекей осылай мини пончиктеріміз дайын, осылай сүзіп аламыз майынан. Қалауынша үстіне сахарный пудра сепсеңіздер болады, немесе шоколад құйса салсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады, арасын бәрі толықтай пісіп шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.